Жұмыс орындағы жарақат не істеу керек? Өндірісті жарақат жұмыскерлердің еңбек міндеттерін орындау кезде алған денсаулығының зақымдануы. Өндірістегі жазатайым оқиғаны тергеу міндеті жұмыс берушіге жүктеледі. Жарақат алған кезде шұғыл жаралар. Бірінші, алғашқы медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру. Екінші, тергеу басталғанға дейін оқиға болған жерді сақтау және суретке түсіру. Үшінші, жәбірленушінің туыстарына дереу хабар беру. Төртінші, мемлекеттік органдарға, полиция, әкімдік, төтенше жағдайлар қызметтеріне хабарлама жіберу. Жұмыс беруші тергеу жүргізуге, тергеу аяқталғаннан кейін болған оқиға туралы актіні рәсімдеуге, егер қызметкер уақытша еңбекке жарамсыз болса, онда әлеуметтік жәрдемақы төлеуге міндетті. Құқық қорғаушының кеңесі. Егер сіз өндірістік жарақат алсаңыз, алданып қалмас үшін адвокат жалдауыңыз қажет.